Сәлеметсіздер ме достар? Программистке қандай программа керек дейді. Енді көп нәрсені біліп оқыңыздар. Бірінші рекламамен тұрғанды біліп алыңыздар, оқыңыздар. Программист дегеніміз енді болашақта программа создавать етесіздер, я құрасыздар, ерінбеңіздер, базовый оқыңыздар. Осылардың біреуін, екеуін, үшеуін жүктеп алыңыздар. Симулятор дейді. Мына тіпті телефонда да көрдіңіздер ғой. Міне енді ойынға көп, енді жалпы ойында да болады, бірақ сонда да көбіне осындай кітаптарды оққан жақсы. Программы для программирования деңіз, осындайлардың біреуін скачать етіп алыңыз. Әрине, программист болғаннан кейін сізде ноутбук немесе компьютер болу керек. Бесплатный программалар бар. Әр программа жүктер алдында көріп алыңыздар, қалай. Осында да біліп алыңыздар. Pascal, C++, Basic, Python. Бұлар деген не? Basic, C++ дегендер, S++, Basic дегендер, олар сол программаның тілдері, осы деде жұмыс жасайтын. Және программистер сайт ашып білу керек. Программистер көп нәрседен хабар білу керек. Программистер соның ішінде Adobe Photoshop'ты енді меңгерген жақсы, білу керек. Олар кішкене математикадан де кішкене сәл жақсы болу керек. Осылардың барлығын, осы мен көрсетіп тұрған программалардың барлығын не істейтін, тіпті WinRAR не екен білмесеңіз, сізге білу міндеттісіз. Adobe Premiere Pro'ны білу керексіз. C++, міне уроки программирования с нуля деп жазайық. Осы интернетке жазғаннан кейін болды, міне рекламалар енді мен білмеймін, олаған басасы, батпайсы, тынышы осындай тегін оқу, міне уроки программирования. Интернетте қарасаңыздар көп тегін түрін. Біріншісін оқыңыз, екіншісін оқыңыз. Әр зат бір сайтқа кіріп алғаннан кейін шықпаңыз, оны до конца оқыңыз, бүкіл сайтты оқып. Танышы блокнотпен қағаз алып алып жазып алыңыз. Не? Себебі ұмытып қаласыз. S++ деген не? Тағы. Себебі термин тілдер өте көп болады. Я барлығы орысша болады. Өзіңізге мақсат қойыңыз. Егер сіз программист болғыңыз келсе, алдағы уақыттарда мен жарты жылда сіз тым үйренбейсіз, сондықтан еңбектену керек, терлеу керек, білу керек, қызығушылық таныту керек, орта жолда ондайлар тастап кетпеу керек. Міне, как стать программистом дегенді алдым, с чего начать деп, осылай бірден оқи беріңіз. Реклама болады, әрине, әркімнің наны ғой. Осылай жайлап осылай оқыңыз кітаптарды, кәдімгі қолда тұрған кітап. Какой язык технологию выбрать, міне осының барлығын оқи беріңіздер. Как получить начальный. Қысқа нұсқа жазылған. Программист болу үшін көп оқуыңыз керек, біріншіден. Екіншіден, сол программа жүктеп, программа құралдарына барлығын білуің керексіз. Фундамент салу керексіз. Бірінші оқу, содан кейін программасын жүктеу, содан кейін барып программа құру керексіз. Осы мен көрсеткен Play Market программалар жүктеп алыңыздар. Калькулятор по справочник IT деген осының барлығы. Бесплатный курс английский для IT. Осылардың барлығы ағылшын тілі керек болады соның үшін. Себебі программисте 90% ағылшынша екен. Көрдіңіздер ғой. Термин тілдер өте көп болады. Және программа құрастырғанда барлығы ағылшынша болады. Ағылшын тілін міндетті түрде білген дұрыс. Біліп жүремінге жазыламыз, лайк басамыз.